Аға, енді сізге мындай сұрақ. Түркі тілдеріндегі дауыссыздар мен дауыстылардың өзгеру, жаңғыру, қайта қалыптасу тарихы туралы еңбегіңізде прототип, архетип, неотип туралы бір ойлардың ұшқыны байқалады. Соның ішінде дауыссыздардың түпкі тектері бізді қызықтырады. Нақтылап айтсақ, Т дыбысының Т, С, Ш қатаңдарының Д, З, Ж ұяңдарының түпкі тегі туралы қысқаша баяндасаңыз бізге. Біз алдымен түбіртек туралы айтып алсақ қайтеді. Дұрыс. Түбіртек тілдік бірлігі тіл білімі тарихында болмаған ұғым. Бұл түбіртек теориясы бірінші рет 1999 жылы Құдайберген Жұбановтың 100 жылдығына арналған жинақта жарияланды. Содан бастап түбіртек теориясы қолға алынып, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде элективті курс ретінде жүргізіліп келеді. Түбіртек тілдік бірлік. Тілдік бірлік мысалы фонема. Фонема болмаса, фонетика деген сабақ болмаса еді, фонология деген ғылым саласы болмаса еді. Одан кейін морфема. Морфеманы зерттемесе, морфология деген тіл саласы болмаса еді. Одан кейінгі тілдік бірлігі сөз деп аталады. Сөз болмаса, лексикология деген ғылым саласы болмаса еді. Одан кейін сөз тіркесі сөйлем деген тілдік бірліктер бар. Ол сөз тіркесі сөйлем болмаса, синтаксис деген ғылым саласы тіл білімінің болмаған болар еді. Ал енді бұл түбіртекте сол сияқты тілдік бөлшек немесе тілдік бірлік. Бұл енді бұл түбіртек теориясы дами келе филология ғылымына айналады. Филология ғылымы сияқты үлкен ғылым болуға тиіс. Ол үлкен ғылым болу үшін дүниежүзі ғалымдары атсалысуға тиіс. Бүкіл дүниежүзі тіл білімінің мамандары атсалысқанда ғана филология ғылымы дүнияға келеді деп есептеймін. Түбіртек теориясын меңгеру өте қиын. Түбіртек теориясын меңгеру үшін математиканы білу керек, логиканы білу керек, психологияны білу керек, лингвистиканы білу өз алдына, лингвистиканың дәстүрлі әдістері мен тәсілдерін жатқа білу керек. Міне соның үстіне бұл түбіртекті табудың екі бірдей әдісі табылып отыр. Бірінші математикалық, логикалық әдіс, екінші түбіртекті айырып, ажыратып талдау әдіс деген екі әдіс табылып отыр. Міне осыларды бәрін жақсы білгенде барып түбіртек теориясын меңгеруге болады. Түбіртек теориясын меңгеру өте қиынға соғады. Сондықтан алдымен кадр дайындап алуымыз керек. Кадрлары ептеп, кадр шыға бастады. Бірте-бірте көбейетіме деген үмітім бар. Ал енді маған қазір сұрақ қойылып отыр. Т, С, Ш. Т дыбысының түпкі тегі туралы айтып өтсеңіз деп. Т деген тау, тас дегендегі келетін Т дыбысы қайдан шыққан дейді. Бұл өзі африкаттың құрамынан шыққан. Ц деген африкат болған тілімізде. Сол екіге ажырағанда Т өз алдына бөлек,
С өз алдына бөлек, Т өз алдына бөлек кеткен. Яғни саяз, таяз деп айтсақ та түсіне береміз. Сонда саяз, таяз бір сөзге шыққаны түсінікті болады. Ондай сөздер өте толып жатыр. Ал ытсы африкаты ол ытсы күрделі африкатынан шыққан. Қазір бізде ытсы центнер дегенде келетін. Чапаев деген адам есімінде келетін. Ытсы орыс тілінде көп қолданылады. Бізде ытсы қана түркі тілдерінде бар. Ол ытсы бұрын күрделі африкат болған. Күрделі африкат болатын себебі алдында, екеуінің алдында Т қоспасы бар, және С, Ш қоспасы бар. Міне осы үшеуі, Т, С, Ш үшеуі қосылып бір күрделі африкатты берген. Кейін даму барысында ытшы африкаты бөлініп шыққан. Міне сөйтіп мен тіл білімі тарихында бірінші рет түбіртек тілдік бірлігін ашып, тарихи жаңалық аштым деп есептеймін.